Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз қысқаша көбейту формулалары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың С деңгейінің бірінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар 5 тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырмада көбейткіштерге жіктеңіз. 2х квадрат минус 50, екеуінде де 2 деген сан бар. 2-ні жақшаның алдына шығарып жібереміз. Сонда бізде х квадрат минус 25 қалады. 2-ні жазып аламыз да х квадрат минус 25-ті 5-дің квадраты деп аламыз. Сонда оқушылар, мына бізде а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр. Яғни ол а минус б және а плюс б болады. Сонда х минус 5 х плюс 5 болады. 2 көбейтілген х минус 5 х плюс 5, демек бізде д дұрыс жауап болады екен. Екінші тапсырма оқушылар есептеңіз. Оқушылар 97-ның квадратын сойге жаза аламыз. 74 деген санды 2 көбейтілген 37 деп аламыз. Көбейтеміз 97-ні, қосамыз 37-ның квадратын. Оқушыларына бізде а квадрат минус 2 еселенген а б плюс б квадрат деген формулаға келіп тұр. Яғни ол а минус б-ның квадраты болады. А дегеніміз 97 минус б дегеніміз 37. А минус б-ның квадраты. 97-тен азайтамыз 37-ні 60 болады. Квадраттаймыз, тең болады 3600-ге. Мінеки оқушылар, мынау өрнекті есептеген кезде 3600 шығады екен. Келесі үшінші есепте теңдеуді шешіңіз. Оқушылар, 3х қосылған 4-дің квадраты, яғни 2 өрнектің қосындысының квадраты тең болады бірінші өрнектің квадратына, яғни 3х-дің квадраты 9х квадрат плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі, екеуін көбейтеміз 12х, 2 еселейміз 24х болады, плюс екінші өрнектің квадраты 16 болады. Минус, мына бізде а минус б, а плюс б-ға келіп тұр. Ол ашылған кезде а квадрат минус б квадрат болады. Сонда 9х квадрат минус б квадрат, мұнда минус бар, сонда плюс 1 болады. Тең болады 41-ге. Мұндағы 9х квадрат пен минус 9х квадрат қысқарады. Сонда 24х тең болады 41. 16 қосамыз 1-ді 17, минус 17 болады. Сонда 24 х тең болады 24-ге. Х тең болады 24 бөлінген 24 тең болады 1-ге. Сонда оқушылар жауабы 1-ге тең болады екен. Енді 4-ші тапсырмада теңсіздікті шешіңіз. Оқушылар, ең әуелі жақшаны ашамыз. Мына жақшаның ішіндегі өрнекті келесі жақшаның ішіндегі өрнектерге жеке-жеке көбейтіп ашамыз. Сонда y квадрат плюс 3y болады. Минус 2-ні көбейтеміз y-ге минус 2y болады. Минус 2-ні көбейтеміз 3-ге минус 6 болады. Минус, мына екі өрнектің айырмасының квадраты деген формулаға келіп тұр екен. Ол тең болады бірінші өрнектің квадраты минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі плюс екінші өрнектің квадраты. Енді оқушылар, мұнда минустан болғандықтан жақшаға алдым. Енді жақшаны ашатын боламыз. Мұнда y квадрат плюс y минус 6 қалады. Таңбалар екі түрлі азайтылады. Енді минус y квадрат плюс 4y минус 4 үлкен 25-тен. Y квадрат пен y квадрат қысқарады. Y, мына 4y, 5y болады. 25 минус 6, минус 4, минус 10 болады. Теңдіктің оң жағына плюс 10 болып ауысады. Сонда y 35 бөлінген 5 болады. Y үлкен 7-ден. Енді осыны сан түзуіне белгілейтін болсақ, мынаған қараймыз. Іші қуыс болады. 7, y 7-ден үлкен. Плюс шексіздікке ұмтылады. Сонда жауабы 7-ден плюс шексіздікке дейін болады.
Соңғы 5-ші тапсырмасы есепті теңдеулер жүйесін құру арқылы шеш. Екі санның айырмасы 5-ке тең, ал олардың квадраттарының айырмасы 185. Осы сандарды табыңыз. Оқушылар, бірінші сан x-ке тең, екінші сан y-ке тең, екеуінің айырмасы 5-ке тең, квадраттарының айырмасы 185-ке тең екен. Теңдеулер жүйесін құрастырып алдық. Енді осы сандарды табатын болсақ, x тең болады 5 қосылған y-ке. Енді 5 қосылған y-ті мұнда әкеп қоямыз. 5 қосылған y-тің квадраты минус y квадрат тең болады 185-ке. А квадрат минус b квадрат деген формулаға келіп тұр екен. Ол a минус b, a плюс b болып көбейткішке жіктеледі. Сонда 5 қосылған y минус y келесі a плюс b болатын болса, 5 қосылған y плюс y тең болады 185-ке. Мұнда y пен y қысқарады, сонда 5 жақшаның ішінде 5 қосылған 2y тең болады 185-ке. Оқушылар, 5 қосылған 2y-ті соге жазып аламыз. 185-ті бөлеміз 5-ке. Сонда 2y. Мұнда екеуін бөлген кезде 37 болады. Азайтамыз 5-ті. Енді y тең болады. Екеуін азайтсақ 32 болады. Бөлеміз 2-ге. Сонда y тең болады 16-ға. Y-ті тауып алдық. Енді мұнда әкеп қоямыз. X тең болады 5 қосылған y тең болады 5 қосылған 16 тең болады 21-ге. Сонда оқушылар, мұнда тексеретін болсақ, бізде x-ті 21 деп таптық. 21-ден азайтамыз, 16-ны 5-ке тең болды. Енді мұнда мінеки x квадрат, 21-дің квадраты 441 болады. Y квадрат, 16-ның квадраты 256, 441-ден 256-ны азайтамыз, 185 болады. Сонда жауабы 21 және 16 болады. Сонымен оқушылар, 5 есепті толық талдап аяқтадық. Егер қажет болса, каналымда басқа да нұсқалары бар. Қажетті нұсқаларды каналға өтіп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.